Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Наполеон тортының рецептін ұсынғым келеді. Бұл торт ешқандай печкеде пісіруді қажет етпейді, жай ғана табада пісіретін боламыз. Ең оңай рецепттердің бірі, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға шекерімізді саламыз, аз ғана тұз саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Массамыз біркелкі болғаннан соң оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Және де ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын қамыр болуы қажет. Қамырымызды илеп болғаннан соң міндетті түрде таза салафанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз кремін дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді саламыз. Аз ғана ұн саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Массамыз біркелкі болғаннан соң оның үстіне сүтімізді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, газдың баяу отында тоқтатпай араластырып тұрып, қоюланғанша араластырып тұратын боламыз. Біздің креміміз осылай қоп-қою болғанша араластырамыз. Содан соң бетіне таза салапанды жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Келесі кезекте тоңазытқыштағы қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Қамырымызды ұн сеуіп, жақсылап оқтаудың көмегімен жұп-жұқа қылып жаямыз. Менде таба кішкентай болғандықтан көлемін кішкентай қылып кесіп аламын. Егер табаларыңыз үлкен болса, кесіп алмай-ақ бірден пісіріп алсаңыздар болады. Содан соң жандарын піскеннен соң кесіп алуға болады. Мен осылай табам кішкентай болғандықтан алдын ала кесіп аламын, ал жандарын барлық қождарымызды пісіріп болғаннан соң артынан пісіріп алатын боламын. Егер сіздерде табағыңыз үлкен болса, бірден пісіріп ала беруге болады. Табамыздың ішіне ешқандай май жақпаймыз, жай ғана жақсылап қыздырып алып, осылай қождарымызды саламыз. Пісу ұзақтығы шамамен 5-6 минуттай кетеді. Осылай аударып екінші жағында пісіріп аламыз. Қождарымыз піскен кезде осылай қап-қатты қытырлақ болып тұрады, бірақ крем жаққаннан соң жұп-жұмсақ болып шығады. Қождарымыздың барлығын пісіріп болғаннан соң бөлме температурасында тұрған сары майымызды жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне жаңағы суып тұрған кремімізді аз-аздан салып отырып, жақсылап миксердің жай жылдамдығымен араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз дайын. Келесі кезекте қождарымыздың барлығына осы кремді жағып шығамыз. Кремді осылай барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Тортымыздың жандарына да крем жағуды ұмытпаңыздар. Содан соң жаңағы жандарынан кесіп алған қамырымызды да табаға жақсылап пісіріп алдым. Қазір соны тортымыздың бетіне сеуіп, әсемдеп шығатын боламын. Жаңағы жандарынан қалған қамырдың барлығын таза салапанға салып, оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып ұнтақтатып аламыз. Блендер болса, блендер қолдансаңыздар да болады. Енді осының барлығын тортымыздың бетіне, жандарына сеуіп, тортымызды әсемдеп шығамыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде кремі жақсы сіңіп, біздің тортымыз жұп-жұмсақ болып шығады.
Достар, егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет достар.